Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді қазақша палау әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шашылып езілмей піседі. Бізге еттің майы және де күріш, сәбіз, пияз, сарымсақ, сонымен қатар сұйық май қажет болады. Ең алдымен қазанымызды қыздырып алғаннан кейін осындай еттің майын салатын боламыз. Ұсақтап турап саламыз, немесе шмай қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай май қосып жасап көріңіздер. Майымызды қызарғанша қуырып аламыз. Осылай оның үстіне аз ғана сұйық майымызды құйып, тағы да қыздырып аламыз. Қызған майымызға сарымсақ, пиязымызды салып, жақсылап араластырып отырып қуыратын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей қып-қызыл болып араластырып қуырғаннан кейін үстіне етімізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Менде ет, сиырдың еті, кез келген еттен жасай берсеңіздер болады. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын, сол жерден қарап көріңіздер. Етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде етіміз қуырылып болды. Енді үстіне сәбізімізді турап саламыз. Осылай солонка етіп турап аламыз. Жақсылап тағы да араластырып отырып қуыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап, пайдалы болып жатса, таныстарыңызға, достарыңызға таратып, көмектесіп жіберсеңіздер болады. Ендігі кезекте тұзымызды саламыз. Және де палауға арналған дәмдеуіш бар болса, қоссаңыздар болады. Сәбізіміз жақсылап қуырылды. Енді үстіне суымызды құйып қайнататын боламыз. Бізде ет жұмсарып пісуі қажет. Етіміз жұмсарып қайнағаннан кейін осылай күрішімізді 5-6 мәрте тазалап жуып салатын боламыз. Менде камалино күріші өте дәмді күріштердің бірі, бұл да көбінесе баракатты қолданам. Мінекей осылай күрішімізді батырып қоямыз. Суы бетінде 1-2 сантиметрдей жоғары тұруы керек. Астын баяу отта 35-40 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.